Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Амангүл Жұмабекқызы. Бүгін сіздермен дәл осындай өте дәмді әрі жұмыртқасыз тез дайын болатын қайнатпалы крем дайындайтын боламыз. Бұл кремді кез келген тортқа, наполеонға, медовикке, трубочки, профитролидің ішіне құюға, кез келген тәттіге қолдана берсеңіз болады. Ең алдымен сүтімізді асты қалың табамызға салып, баяу отта бір жылытып алатын боламыз. Кейін жылыған сүтіміздің үстіне ұн, крахмал, ванилин және қантымызды салып, венчиктің көмегімен араластырып отырамыз. Қоюланғанша араластыруды тоқтатпаңыз, өйткені асты күйіп, біздің заварной креміміз бұзылып кетуі мүмкін. Дәл осылай қоюлай бастағанда үстіне сары майымызды салып, тағы да 2 минуттай араластырып аламыз. Міне біздің қайнатпалы креміміз дайын болды. Енді астын өшіріп, оттан алатын боламыз. Тез суу үшін бөлек ыдысқа салып алып, бетін пищевая пленкамызбен орап, салқын жерге 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Міне біздің қайнатпалы креміміз дайын болды. Енді кремімізді қасықтың көмегімен 1-2 рет араластырып жіберіп, қалған тәттіңізге я тортыңызға қолдана бересіз. Достар, видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Амангүл Жұмабекқызы. Астарыңыз дәмді болсын.